Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген. Суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың жазғанына кеуде тосқан, біз үшін еңбек еткен еш тынбастан. Алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкеміздің арқасында. Ана жан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық әке ананы баршамызда. Жан ана, ұл қызыңның тірегі едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандар еске алады. Өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгілік сақталады. Өлі риза болмай, тірі байымайды. Алланың разылығы үшін бақиға көшкен ата-бабаларымыздың рухтарын, Құран аяттарын бағыштай отырып, сағынышпен еске аламыз. Жақайым руынан Бәйбіше Асан бабамыздан тараған ұрпақпыз. Содан бері Көшекбайдан 4 қыз, 1 ұл тараған. Ұлы Өмірзақтан 2 қыз, 4 ұл тараған. Өтеп атамыздың ұрпағынан тараған ұрпақтың бірі болып келеміз. Әжеміз Сүлеймен қызы Балажан, анамыз жұмыста болғанда 6 немересін бағып, әжелік махаббатын аямаған жан еді. Өтеп баласы Көшекбай атамыз 1975 жылы 89 жасында өмірден өтті. Арада жылдар салып, әжеміз Сүлеймен қызы Балажан 93 жасында 2006 жылы дүниеден озды. Бізден алыс кеткенімен жыраққа, әр жүректің төріндесің бірақта. Жатқан жерің жайлы болып, аяулы, ардақты ата әже, ғазиз жаның шалқи берсін жұмақта. Иә, солай, еркелепте үлгермедік. Бүгінде үлкен тойда жүгірмедік. Әттең ай, бәрі қатал тағдырлығы, ата әже қамқорлығын білер медік. Орны бар, ұрпағы жоғалмайды. Әке-анамыз енді қайтып оралмайды. Ұрпағы бар, Аллаға шүкір дейміз, дегенмен дәл өздеріңіздей ешбір жан бола алмайды. Ардақты әкеміз Көшекбайұлы Өмірзақ 2011 жылы 65 жасында өмірден озды. Анамыз Молдабай қызы Ранай 2009 жылы 62 жасында бақилық болды. Әкеміз Өмірзақ 2 қыз, 4 ұл тәрбиелеп өсірген. Әкеміз Өмірзақ теміржол саласында қызмет атқарған. Ардақты анамыз Молдабай қызы Ранай ұлағатты ұстаз болған. Ауылдың жастарына тәлім тәрбие беріп, есепті үйреткен. Ұстаздық жасап жалықпаған. Ұл қыздарынан немере сүйген құрметті ата-ана. Ағамыз Өмірзақ ұлы Жайық 2020 жылы 54 жасында дүниеден өтті. Ағатай, жан едің ғой төзімді, жанашырың көрген сенің көзіңді, бауырларың тек жүректе сақтайды, еске аламыз әр қашанда өзіңді. Алла алды өзі берген жандарын, тілейміз жұмақтан орын болғанын, туыс бауыр достарынан сұраймыз, дұға оқып естеріне алғанын. Асылбекұлы Қолғанат 2021 жылы 50 жасында өмірден өтті. Дұға тілеп сұраймыз біз жалықпай, Аллам сізге мейірімін танытқай. Жұмақ төрін нәсіп етсін жаныңа, жатқан жеріңіз жайлы болсын мамықтай. Сіздер мәңгі жадымыздасыздар.
сағынышпен еске алушылар Көшекбай әулетінің немере шөберелері.